Қайырлы күн достар, Супер Асхана каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Жазира. Бүгін сіздермен бірге хворс дайындайтын боламын. Ал енді хворсқа керекті ингредиенттерді дайындап алдық. Бұл жерде 200-250 кг ұн, 2 жұмыртқа, бір ас қасық қант, бір шымшымдай тұз керек болады бізге. Және де мынандай ыдыс керек болады. Осының барлығын қазір араластырып шығамыз. Бисмилля, міне жұмыртқамызды жағамыз. Тұзды салып, үстіне қантты салып араластырамыз. Бұл түгелдей араласып еріп болғаннан кейін ұнды салып жұмсақ қамыр илеп аламыз. Міне жұмыртқа, қант, тұзды толықтай араластырып алдық. Енді ұнды салып жұмсақ қамыр илеп аламыз. Достар, міне қамырымызды жұмсақ қылып илеп алдық. Енді бұны мынандай пищевой пленкамен орап, осы бөлме температурасында 30 минутқа қалдырамыз. Егер сіздерге осы видео пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мінекей илеген қамырымды осылай жұп-жұқа етіп жайып алдым. Енді осыны кесіп шығамыз. Мінекей достар, менде өте әдемі қытырлақ, мындай бассам мен сынып кететін шайға өте керемет хворстар шықты. Егер менің видеом ұнаса, маған жазылып каналыма лайк басып, комментарий жазуларыңызды сұраймын. Хворстқа мына жерде сгушенканы құйып қойдым. Сгушенкамен өте керемет тәтті болады. Сіздерге де осыны жасауға кеңес беремін.